Халық партия Абай облыстық филиалының ұйымдастыруымен Әлихан Бөкейхан университетінің конференция залында Қазақстан халық партиясының 20 жылдығына орай халықпен бірге 20 жыл атты дөңгелек үстел өтті. Шараға облыстық және қалалық ішкі саясат бөлімдері, Абай облысы және Семей қаласы мәслихаты депутаттары, қалалық қоғамдық кеңес төрағалары, халық партия әйелдер қанаты, жас орта жастар ұйымы, партия белсенділері және жергілікті бақ өкілдері қатысты. Шараны халық партия өңірлік филиалының төрағасы Айдын Егеубаев кіріспе сөзбен ашып, әріптестерін партияның мерейтойымен құттықтады. Қазақстан халық партиясының құрылғанына 20 жыл толды. Баршамызға мерейтой құтты болсын. 2004 жылы құрылып, еліміздегі ең өзекті мәселелерді парламент қабырғасында көтеріп келе жатқан партияның бүгінде ауқымы кең. Абай облыстық филиалы да бұл мерекені ескеріп, партия белсендерін марапаттауды жөн санадық. 20 жылда атқарылған еңбектеріміз көп. Бүгінде облыстың ең басты проблемалары жұмыссыздық, әйелдердің зейнет жасын төмендету, шахматты дамыту, жастарды қолдау жайын заң шығарушы органдарға жеткізіп жүрміз. Бүгінде партияға облыстан 6 мыңнан аса азамат мүше. Осы аралықта тұрғындардың проблемаларына атсалысып сеп болған партия алда да бұл жұмыстарды жалғастыра береді деп атап өтті партия төрағасы. Қабанбай Батыр және Шәкәрім даңғылдарының қиылысы абаттандырылады. Бұл туралы бүгін қала әкімі Нұрбол Нұрсағатов мәлімдеді. Қаламыздың ең басты даңғылдарының бірі саналатын Шәкәрім және Қабанбай Батыр көшелерінің қиылысында қоғамдық кеңістік пайда болады. Бүгін қала басшысы Нұрбол Нұрсағатов мердігерлік ұйым өкілдерімен аталған аумаққа барып, қоғамдық кеңістікті абаттандыру мәселелерін талқылады. Қала әкімі қоғамдық кеңістікті жайластыру кезінде ағаштарды шабуға болмайды, тоғайларға арнайы қырқу жұмыстар жүргізу керектігін атап өтті. Сондай-ақ қиылыста орналасқан үйлердің қасбеттерін сырлауды тапсырды. 19 маусым күні Бесқарағай ауданы әкімі Талғат Батырұлы аудан тұрғындарын жеке мәселелері бойынша қабылдады. Қабылдауға жазылған тұрғындардың мәселесін тыңдап шешімін қарастырды. Қабылдау барысында тұрғын үй кезегі мәселесі қарастырылды. Осы орайда мәселенің заң аясында жүзеге асатынын жеткізді. Қабылдау кезінде Талғат Батырұлы азаматтардың арыз-шағымы мен ұсыныс-тілектерін жауапсыз қалмайтынын жеткізіп, тиісті сала басшыларына тапсырма берді. Алдағы жылдың 1 қаңтарынан бастап, яғни 4 кезеңде азаматтардың қалған санаттары декларация тапсыруы тиіс. Бұл туралы Абай облысы өңірлік коммуникациялар қызметінде көшпелі баспасөз конференциясы барысында Абай облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті басшысының орынбасары Мұрат Абдрахманов баяндады. Жалпыға бірдей декларациялау жүйесі барлық азаматтардың кіру декларациясын табыс етуден тұрады және декларацияда жеке тұлғаның барлық шетелдік активтері, жылжымалы, жылжымайтын мүліктері кіреді. Декларацияны табыстау кезінде Қазақстандағы және шетелдегі активтер туралы мәліметтер толыққанды болуы тиіс. Себебі декларацияланған активтердің құны болашақта салық салынатын табысты айқындау кезінде ескеріледі деп атап өтті Мұрат Абдрахманов. Облыс әкімі Нұрлан Оранхаев қаладағы нысандарды кезекті мәрте аралап, құрылыс жұмыстарының барысын тексерді. Алдымен жөндеу жұмыстары жүріп жатқан орталық жылу пункті 66-ға барды. Жоба шеңберінде ұзындығы 1,9 шақырым кварталішілік жылу желісін қайта жаңғырту және орталық жылу пункті ғимаратына ғылыми механикалық құрылғыны орнату жүргізілуде. Қазіргі таңда жылу желісінің 80% бөлшектеліп, 760 метр төселді. Қайта жаңғырту жұмыстары кестеге сай орындалуда. Семей қаласының тұрғындары таза бейсенбі экологиялық акциясына қатысты. Акция елді мекендер аумағын қоқыстан тазартуға бағытталған. Тазалық жұмыстары нәтижесінде Затон жағажайының 1,5 гектар аумағы тазаланып, 100-ден аса қап қоқыс жиналды. Жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған Сымбат Қайратқызы, Семей таңы.